Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің бағдарламамызда бірнеше халықаралық, республикалық байқаулардың жеңімпазы Нығметолла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының үздік оқушысы Берік Мөлдір Әсет-қызы туралы баяндайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе? Бұл 5-ші сыныпқа мен Берік Мөлдірді деп келіп едім. Мөлдір деген оқушымыз міне. Мен бір бағдарлама бойынша келіп едім. Мөлдірден шағын сұхбаттасып болады ма? Мөлдір, сен көптеген байқауларда жүлделі орындарға ие болды дейді. Сол жайлы толығырақ айтып өтсең. 21 ғасыр білім мен ғылымның бәсекеге қабілетті тұлғаларының ғасыры. Бәсекеге қабілетті тұлға заман ағымына сай өзгерістер мен жаңалықтарды қабылдай алатын тұлға болуы керек. Мектеп табалдырығын аттаған күннен бүгінгі күнге дейін түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаздар қатарынан көрініп, 2021 жылы еңселердің ертеңі атты дарынды оқушылардың жинақ кітабына ендім. Мені баптап, түрлі байқауларға қатыстырып, жеңіс тұғырынан көрінуіме ерекше еңбек сіңірген жан деп алғашқы ұстазым Рая Қасымқызын айта аламын. Бос уақытында немен айналысқаныңды айтасың? Мен бос уақытында хореография және қолөнер бұйымдарын жасаумен айналысамын. Алға қойған мақсаттарың қандай? Болашақта кім болғың келеді? Болашақта атам, әжем, әкешім мен анашым сияқты ақ халатты дәрігер болғым келеді. Рахмет Мөлдір, армандарың орындалсын. Топ 100 байқауында жеңіске жетуіңе тілектеспін. Сәттілік. Рахмет.